Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін бізде қонақта Қазақстанның халық әртісі Рамазан ағамыз. Бұл кісіні таныстыруды қажет етпейді. Атағыңыз құтты болсын аға. Қарағандыға қош келдіңіз. Рахмет. Енді халық әртісі деп күні кеше ғана құрметтеп жатыр ғой, енді ресми. Бірақ халық сізді баяғыда халық әртісі дәрежесіне көтеріп тастаған. Осы жаңалықтардың тұсында бір айта кететін бір дүние бар. Халық әртістеріне егер сіз мемлекеттік мекемеде қызмет етсеңіз 19 мың қосылады екен. Сол ақшаны қайда жұмсайын деп жатсыз? Оны мен осы жақында ғана білдік. Біз енді сол бір 19 мың болмаса бір 7 мың теңгеге күніміз қарап қалған жоқ. Дегенмен де 19 мың теңгені енді бала-шағама капитал берем деп шештім. О да Құдайдың берген несі ғой, жақсылығы. Бір тиын болса да Алланың берген үлкен сыйы деп есептейміз. Мәселе соның бір ақшасында емес, әйтеуір халықтың берген сыйында ғой. Жаңа айтывасың, шынымен де біз енді осы қара домбыраны құшақтап, баяғы сал-серілердің өткен жолыменен біраз қазақтың халық композиторлардың әндерін айтып, ортада бір сахнада жүрген 36 жыл өміріміз, уақытымыз өткен екен. 36 жылда бір айтуға оңай болғанмен жүгі ауыр, талай қиындық көрдік, үйсіз жүрген күндеріміз болды, далада қалған күндеріміз болды, жатақхана алған күндеріміз. Енді әр қазақтың басынан өткен үлкен киелі жол ғой бұл. Осы жолмен біздер де өтіп, қазір соның мінекей жақсылығын көріп отырмыз. Өмірдің бір жаңа бір парағы аударылды мен үшін. Жаңа бір өмірдің таза жолы басталды. Соны бір жақсы дүниемен бастағым келеді. Кешегі күні Керекі өңірінен бастадым алғашқы концертімді. Енді мына екінші концерт ақыны туған, батыры туған, көсемі туған, осы киелі өңір Қарағанды еліне Сарыарқаның төсіне келіп отырмын. Алла бұйырса, осында да біраз артынан ерген шәкірттерім бар. Олардың да ер жетіп, қанаты қатайып, бұғанасы бекіп, атан желіге қатып дегендей, сол кезінде бізден сабақ алған, бізден дәріс алған балаларымыз мінекей қазір ел алдында шығып, сол үлкен сахнада концерттерін беріп, есептік концерттерін беріп, солардың мінекей бір жағына шығып, ұстазы ретінде, ағасы ретінде осы бір үлкен кештің куәсі болуға арнайы келіп қалды осында. Жаңа айтып жатсыз, ұстаз деп, шәкірт деп. Өзіңіз шатаспасақ, сол 89 жылдары ма Қайрат Байболсыновтың алғашқы шәкірттерінің бірі болып тәмамдадыңыздар, аяқтадыңыздар? Иә, Алматыда 87 жылы оқуға келдік. 2 жыл болатын ол кезде республикалық эстрада студия болатын ол кезде. 2 жылда бір қабылдайтын. Сонда келіп Қайрат ағаның қолында оқуға түстік. 2 жылда Қайрат аға бізді мынау үлкен сахнаға қашап шығарды. Қоржындарымыз толтырып, әр жерге барасыңдар, әр ортада боласыңдар. Сол кездерде мұқалық қамай, шашалық қамай, адам жан дүниесі терең болу керек, айтатын әні болу керек, сөйлейтін сөзі болу керек деп біздерді сол 2 жылдың ішінде үлкен сахнаға дайындап шығарды. Сол кісінің еңбегі мінекей әр кездерде менен кейде сұрайды, сен бақытты әншісің дейді. Ұстазың бар, ұстазың әлі ортаңда. Шынымен де кейде бір әндерге келгенде, бір әннің түйіні түйіліп қалған кезде, болмазда бір интервью берген кездерде Қайрат ағаларымыз ақыл сұрап, Қайрат ағаларымыз кейде, анау әңгімені, мынау әннің жағдайын дұрыс айттың деп болмаса, бізге жаңағы дұрыс емес екендігін айтып, ол кісі кәдімгідей ортамызда үлкен ақсақалымыз қазір, абызы сол Қайрат ағамыз ғой әзіргі кезде. Қолынан дәріс алды, ұстазымыз, ағамыздың да өзі мінекей 70-тен асып қалды. Енді Алла бұйырса еңбек еріне лайық адам ғой. Мына біздің халық әндерінің, классикалық халық композиторлардың көптеген әндерін жеткізген адам бұл біздің сол ұстазымыз Қайрат аға. Қайрат ағаның орны бөлек адам.
Енді қазір өзіңізде шәкірт тәрбиелеушісіз, жаңа айтып отырсыз, Қарағандыға шәкіртімнің шаш бауын көтеріп, соның есептік концертіне келіп отырмын деп отырсыз. Сіз сол шәкірт тәрбиелеуден бөлек ғылыми жағында да жүрсіз, иә? Мынау өнертанушылық бірнеше кітаптарыңыз шықты. Жалпы сол ұмыт қалған, немесе көп ел естімеген әндерді қайдан қазып шығарасыздар? Ән көп екен. Іздеген адамға ән жетеді екен. Баяғы өмірдің ағысымен ар жақ пен бер жаққа ауып, ол тек қана әні ауып кеткен емес, ол кезде біздің дәстүрімізде, тілімізде, небір шайырлардың тағдыр талан-таражға түскен кезде тарихтың қойнауына көміліп қалды ғой. Бір замандарда ән де сотталған zaman болды, бір замандарда адам сотталған zaman болды, бір замандарда сөз сотталған да zaman болды. Сонда қарап отырсақ, шынымен де жауһардың сынығы да жауһардай, сол жауһарлы дүние бәрі жалтылдап, құнын жоғалтпай жатады екен. Оның соңына түсіп, шырақ алып түскен адам әйтеуір табады біртіндеп. Мысалы, біздің Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының кезіндегі экспедициядан қалған, осы күнге дейін зерттеліп жатқан, осы күнге дейін текстологиялар қаралып жатқан, осы күнге дейін музыкалық талдаулар жасалып жатқан қаншама ән жатыр. Егер іздеп түсетін адам болса. Болмаса кезіндегі мысалы Ахмет Байтұрсыновтардың табыстаған әндері, Қаныш Сәтбаев бабаларымыздың табыстаған әндері, Затаевичтің мысалы жазған қолжазбаларын қазір мінекей қолға алып, 3-ші томы мысалы біздің Еркін Шүкіманов бауырымыз қазір қолға алып кірісіп жатыр. Ішінде анда-мында бізде мына кафедрада талқылау болады ғой. Сол кезде қарап отырсаңыз, шынымен де ұшан теңіз ән жатыр. Оны қарайтын енді адам керек. Болмаса қазіргі кездегі Алтай Тарбағатай үлкен мектеп қалыптасып келе жатыр 3 жеп домбырамен. Сонда осыдан бір 5 жыл бұрынғы мына біздің дәулескер күйші Мұрат Әбуғазы, Талғат Әбуғазы дейтін бауырларымыздың үлкен еңбегі бар. Сол жерде 60-қа тарта Тарбағатай өңірлік әндерін ғылыми зерттеуден өткізіп алып келіп шығарған кітаптар жатыр. Болмаса Монғолиядан, Қытайдан шыққан қазақтардың қаншама әндері жатыр. Оның бір жағында 1988-89 жылдары Жетісу өлкесі, оның ішінде мына Қантәңір аймағына байланысты кезінде өнертанушы біздің үлкен ағамыз Сағатбек Медеубеков ағамыз бастаған өнертанушылар, Ғалымжан Серікбаев бастаған, Базаралы Мүфтекеев бастаған үлкен топтың ғылыми еңбектері әлі зерттеліп жатыр. Мысалы, бір ғана Жетісу өлкесі деп, соның Қантәңір аймағы деп алсаңыз, оның ар жағындағы Шалтабайдың әні, Қапездің әндері, Көдөктің әндері, Ырыскелдің әндері, Күлайдың әндері, Шарқынның әндері дегеніңіз, жаңағы айтып отырған ел көшкен уақыт ар жақ пен бер жаққа теңселіп жүріп, халықтың жадында қалған көптеген әндер бар. Осының бәрін іздеген адамға тым-тымдап, кейде сөзі жоғалады, кейде әні жоғалады, кейде әннің мынау мақам саздарына қарай отыра, кейде әннің ырғағына қарап отырып, азды көпті жоғалған жерін түзеп отырып, сахнаға алып шығамыз. Енді оның бер жағында қазіргі кезде тағы мынау оңтүстіктің жыршылық, Майлықожадан бастап елдің көп ойлайды, жыршылық мектеп қалыптасты көбінесе деп. Рас. Бірақ оңтүстіктің қазір мынау ар жақтағы Ташкентте қалған, баяғы біздің бөлініп қалған 4 аудан, анау Ташкенттен бастап қалған жердегі мекен еткен біздің анау ғасырда қалған адамдарымыздың жазып тастап кеткен қаншама әндері бар екен. Соны Шымкентте Саз колледжінің ұстаздары өте білімді, Жақып дейтін бауырымыз бастаған, Әлімжан дейтін бауырымыз бастаған, солар ғылыми еңбекпенен, экспедицияменен аяғынан тозып, бүткіл жаңағы екі елдің келісім шарттарыменен ар жаққа өтіп жүріп, сондағы қазақтардың Құдай білет бір 200-ге жуық әнін алып кетті. Жаттанды сұхбат болмасын деп, қай жақтың тумасысыз, қашан дүниеге келдіңіз деген сұрақты қойған жоқпын. Жаңа бірақ өзіңіз сөзіңізде Қапезді айтып өттіңіз. Меніңше сол сіз Қапез туған топырақтансыз. Тікелей атаңыз ба? Біздің тікелей атамыз. Иә. Қапез сал
кішкентайынан жаңағы енді о кездердегі білімнің бұлағы сол анау діни сауат қой, сауатын ашқан. Сондағы біздің мынау үлкен аталарымыз би болған, солардың үлкен қаржысы менен Стамбулға жөнелтілген бала. Сонда кәдімгідей сауатын ашып, сонда 4 жылдай, 5 жылдай мекен оқыған адам. Бірақ негізгі өмірдің тетігі, өмірдің негізгі ағымы оқу, білім екенін ерте түсінген бала. Қапес сал елге оралысыменен оқу, ағарту жұмысымен айналысып кетеді. Кәдімгідей қоғамға араласады, үлкен орталықтар құрады. Бірақ қараңғы қазақты ояту үшін міндетті түрде балаларды, ұрпақты оқыту мәселесіменен мектеп салдырады. Қолжазбалар жинайды өзінің. Кейіннен енді мына үлкен саясаттың халық жауы атанған уақыттарда қаншама қолжазбаларын өртеген, Қапездің жанында жүрген қаншама адамдар қудаланған, Қапезді біледі-ау деген адамдар кетті қаншама. Өзіңізде аңшылық, басқа бір айналысасыз ба? Ондай қызығушылық бар ма? Аңшылықты сол осыда жастау кезімізде артынан түсіп, қызықтап, көріп, аңшылардың қасында жүріп, қансонарын көріп дегендей әлгі бүркіт салып, қақпан құрып, соның қызықтаған уақыттарым болған. Бірақ кейіннен келе қарасақ, соның бәрі бір қызығушылық, еліктеушілік деген нәрсенің бір ағымы сияқты. Қазір аңшылыққа шықпаймын. Шықсам балыққа шығам, үйрекке барам. Ал енді сол анау әккі аңшылар сияқты із кезу, қақпан құру, тұзақ құру, болмаса айлап артынан кету, апталап жату, белшеден қар кешіп дегендей ондай жүретін біріншіден уақытым жоқ. Екіншіден аңшылық деген нәрседе әр нәрсенің обалы болады екен. Әр нәрсенің сауал. Ақан серінің баяғы әлгі Ұрқияға аңшылыққа шығып, қоянды атқызып қойып, кейін жаңа қараса буаз қоян болып, сүтімен қан ағып жатқанда, сол көзін елестеп, шошынып, сондай бір жағдай болып еді ғой. Сондай әңгімелерді естисің ара-кетек арасында. Сонымен енді обал сауап деген нәрсеге тоқталдық, аңшылық дегенді қазір қойдым. Бір кездерде итті асыраған күндерім болған. Оның бәрі қазір жай-жайымен орнына кетті. Қазіргі үлкен мақсат сол баяғы сергіткен домбыра. Ел кезіп, ел аралап. Бұл сұрақты енді жай қойған жоқпын. Сіздің мынау елге таныла берген шақтарыңызда аңшының әні деген әнге керемет клип шыққан. Сол дәуірдің өлшемімен қарасақ, ол керемет клип. Сол жерде мынау атпен шауып келе жатып, қарға, оппы қарға құлау барлығы болды. Енді ойластырылмаған нәрселер дейді. Сол клип туралы бір айтып өтсеңіз. Иә, біздер мына сол бейнебаян түсірердің алдында мына Еңбекші Қазақ ауданының үлкен бір алаңы бар. Ормантаумен араласқан, атқа ыңғайлы шабатын жерлері бар. Сол алдын ала режиссерлар барып келген кезде айтқан бізге, осы жер ыңғайлы бізге деп. Соған аң құстарымызды, мінетін атымызды, киетін киімімізді бәрін дайындап, болатын күні барсақ қар еріп кетті. Енді ойлаңыз, бәленбай техника шығып қойған, бәленбай адамды ортаға алып алғанбыз. Енді не істемек керек енді? Сонымен не де болсақ, анау Алатаудың етегінде әлі қар ери қойған жоқ, сонда барайық деп, Жалаңаш дейтін ауылымыз бар, біздің өзіміз туып өскен еліміз. Сол Жалаңашқа келіп етегінен ілінсек аппақ қар, әлі із түспеген. Содан жаңағы кешкі құрымғы бір бейнелер түсіретін болып, соларменен бастап кетті. Түсірілімдер өте керемет түсірілді. Сонымен түнде қайда барамыз? Өзіміздің ел ғой, етектен, біз келдік дедік, содан бауырларымыз бір Ержан дейтін бауырым бар еді, алдымыздан шығып үйіне апарып, содан таңғы 4-те жаңағы режиссер оятады, жігіттер далаға қараңдаршы дейді. Далаға қарасақ сапалақтап, әппақ қар жауып тұр. Далаға шықсақ, ана таудың етегінде бұлт шөгіп жатыр екен. Бізге керек нәрселердің бәрі тұр. Тұрыңдар деп, тұра қалып жаңағы бір охотник дейтін кино түсіріліп жатқан қазақ билінде. Солардың киімін алдық біз арендаға.
Дәркембай ақсақалдың үйінен барып, о кісілер енді өте қол шебері ғой, о кісі бүткіл аттың әбзелдерін алғанбыз, бәленбай аттыкін. Ауылдың ақсақалдарымен енді ат жоқ астымызда, не істейміз? Бәленбай аттан жалаңаштың етегіне дейін сүйремейміз, аттарды қайыр жібергенбіз. Жаңағы ауылдағы бар аттарды алып кеп, таңғы 6-7-лерде ерттеп қойды. Содан кейін мына бізде Сөгөті деген жер бар, Нұра, сол жерде Жеті Қазына дейтін клуб бар үлкен, саятшылар клубы. Сол жерде мына бүркіттер ұстайды, қырғи, осы неше түрлі қаршыға, сол жерде Мүлік деген ағамыз басы көзінде отыр, Динар апа екеуі. Сол кісілерден бүткіл жаңағы құмай тазыменен бүркіт керек дүниеміз сол жерден алып, ақырын жалаңаштың етегімен жаңағы үйге барып, таңертең тұрып кеттік. Содан енді 4-5 жерге камера қойып тастаған, жер деген әппақ қар, із түспеген, сағат 8-9-лар шамасы. Үрлесең аузыңнан буын бұрқырап тұр. Аның бәрін әлгі бізді бетіп аузымызды бояйтын, киіндіретін, түймелейтін қыздардың қолы үсіп кеткен. Оларды бір аттың артына мінгістіріп қойған жаңағы. Аттың жанына тақалып келеді, бетіңді жөндеп қайта кетеді, етегінде шай беріп жатыр жаңағы. Өте қызық енді. Содан жаңағы режиссер айтады, Реке, сіз мына жерден дейді, жоғарыдан төмен жазықта сіз шауып өтуіңіз керек. Сіздің аттың шақпылап келе жатқандағы омырауын қағып келе жатқан қарлар керек эффект үшін. Сіздің ана келе жатқан кездегі бүркіттердің қалқып келе жатқаны қолыңыздағы, сол кездегі сіздің көңіл күйіңіз, оның күйінгі мынау клиптің бас аяғындағы бір адамның настроениесі дейді, көңіліне байланысты түсірілетін 4 эпизод түсіруіміз керек. Соны осы бір 4-5 рет шауып өткенде үлгеруіміз керек дейді. Одан жаңағы рельстерін апарайын десе қарға батып қалады. Олар бір атқа мініп алған жанымызда шауып келе жатыр жаңа былай. Содан енді ана астымыздағы ат енді бір ауылдың мініп жүрген аты ғой енді. Осы тақымды қыссаң атырлы жөнелетін бір ат алып кепті басында. Мінсек ана бүркітті алдырмайды. Оқыраланған кезде ана ат деген енді бүркіттен қашады. Соны мен айттым, мен бір жуастау біреуін мінгісіңдер, мен деп бір орта жуас бір атқа міндім. Енді ол ат соншалықты бір тебінсең шаба қоятын ат емес. Сон жаңағын арт жағынан ұрып жаңағы шауып келеміз. Сонда ана ат жануар енді мықтат, белі мықтат екен. Шауып келе жатқан кезде ана қардың астында мынандай бір тасқа аяғы тиіп, ат омақасып құлады ғой. Мен де ұшып кетіп барам әйтеуір. Жаңағы бала кезімізде атқа міндік қой енді. Содан ат қарға кіріп, мына қолымда бүркіт мені жоғары тартып келе жатқан. Мен қарға басыммен кіріп, ат қайта атырылып шықты ғой қардың ішінен. Ана қарды қопарып кәдімгідей. Мен мұрным басына тие жаздап, асып кете жаздап, қайтадан орныма міндім. Содан жаңағы режиссерлар айғайлайтын, мен айғайлап жатыр. Шап дейді. Анау қар кетіп, әйтеуір кетіп баратыр. Аттың басы қар, артынан тебініп, анау жақта айланып кетіп. Содан бәрі үймелеп алған ана түсірілген нәрсені, мынау күшті болды, мынау жақсы болды, мынаны қарашы деп бірдеңелеп қалды. Мен ар жағын айланып келіп айттым, мен айналайындар естідім дұрыс па? Бір жеріңіз ауырған жоқ па, сынған жоқ па деп сұрамайсыңдар ма десем, тұра тұршы кадрды көріп алайық дейді ғой. Сонда кейін мені осы клип шыққаннан кейін кездесулерде сұрайды, ана атты қалай жақтыңыздар, орныңызда каскадер мінді ма деген сияқты нәрселер айтады. Мен айттым, мен оны біз әдейі жасағамыз жоқ. Бірақ біздің сол клиптегі бір ең керемет изюмка дейді ғой, адам есінде қалатын, шынымен де кейде құрап жасай алмайтын дүниеңді бір табиғи дүниеде жасалынған бір кадр болып қалды сол. Енді миллениум дедік қой, 2000 жылдарда былай асып өттік, дәстүрлі әндер ығысып, эстраданың бір күш ала бастаған тұстары 2000-дарда. Сол кезде сіздер адасып қалмай, дәстүрлі әнді де, эстрадамен де керемет, жақсы шоқтықты туындылар орындап жүрдіңіз. Соның бірі мынау Тұрсынжан Шапай мен Несіпбек Айтұлының бірлесе жұмысының арқасында шыққан Дариға Дәурен. Жалпы сонау ақан сері бір жансалға кетпей-ақ, бертінгі мынау Ақселеу ағайлардың Дәурен-ай, Сарыарқасынан кейінгі қазақ ән өнеріндегі мынау дәстүрлі шоқтығы биік туынды деп есептеймін өз басым, басқалар білмеймін.
сіздің Дариға Дәуренге қалай қолыңыз қалай жетті, қалай алдыңыз ол әнді, қалай келді сізге дегендей? Бір о кезде мен мына президенттік оркестрдің жеке солисті болып жұмыс істеймін Астанада. Барып кеп, үй жоқ о кезде, барып кеп істейтінбіз. Көптеген әріптестеріміз солай қызмет жасады. Содан бір күні бір сахнаға шығардың алдында Бекболат Тілеухан досымыз маған бір ән көрсетті. Өзі де шығайын деп дайындалып тұр домбырасымен. Бірақ маған айтады, Рамазан, мына бір әнді қарашы, сенің оң жамбасыңа келеді, қарашы осы деп жаңағы. Сон жарайды деп тыңдасам, анау аққудың көз жасындай көлге тамған, жанымды тербетесің, шерге толған деген сөз құлағыма сақ ете қалды. Айлам шықпай қалды құлағымда. Содан енді ол айтты, асықпай, сен Алматыға барғанда екеуміз Жетісу микрорайон жаңағы Мөлтек ауданында бірге тұрдық. Ол бір 2-3 үйден кейін мен бір жерде тұрдым, Жетісуда. Барғаннан хабарлас, мен саған осы әнді берейін дейді. Жарайды деп кеттік. Содан бара салып хабарласып едім, қол тимеді. Тағы хабарласып, ана құлағымда анау тұр жаңағы. Аққудың көз жасындай көлге тамған, жанымды тербетесің, шерге толған деген сөз тұр. Содан Бекболатқа тағы бір телефон шалып едім. Түркістанға жүрейін деп тұрмын, Рамазан. Сен маған өкпелеме. Мен саған Түкемсалдың телефонын берейін. Мен айтам, Түкемсал деген кім десем, Тұрсынжан Шапай дейді. Біз Түкемсал дейміз. Сөйтсем менен басқасын бәрі Түкемсал дейді екен. Мен ағамыздың барын білем, бірақ таныс адам емес ол кезде. Сөйтсем қазақ фильмде тұрады екен. Содан жаңағы телефон арқылы ағаға бардым, қарсы алды, отырдық, әңгіме айттық, жай іштік. Соңғы бұрынғының жолымен ал, не бұйымтай деп маған. Мен айтам, осындай жағдай болған, сіздің бір әніңіз бар екен. Иә, бар. Сол әнді алып сізге келдім деп. Содан ананы маған диктофонға жазып берді, домбырасымен. Бірақ сол әнді 4 жыл бойы Бекболат айтқан екен. Келеді, тыңдайды, жазады, тыңдатады. Үлкен сахнада айтқан ба? Айтпаған. Ана әнді шығарған ғой. Бекболаттың бағыты эпический әнші ғой. Мұның характері лирикаға қарай жақындату арқылы, мүмкін бір тенордың емес, баритонның дауысы керек болды ма екен, қоңыр үн керек болды ма екен, салмақты дауыс керек болды ма екен, әннің табиғатына сондай нәрсе. Бекболат өзі талғамбаз ғой. Қанша жазса да отырған жерде талдаған кезде өтпей қалған ғой. Оң жамбасына жатпады ғой енді. Автор менен отырады. Шынымен оның адалдығы айта салында да болатын еді. Балаларына да үйреткен болу керек. Бірақ ортаға шығып жарқ ете қалмаған. Арман деген ән. Атқан таң шыққан күнде жайнап алдан, Дариғай алтын дәурен қайда қалған деген. Содан ол әнді ала салып, мен неге екенін білмеймін, соны бір 4-5 күннің ішінде ананы үйреніп алдым да. Бағлан Омар досымызға барып, студиясына жазып кеттім. Бағланның ана әнге ғашық болғаны сондай, оның үстіне анадай эстрадный налғжение қойсағын ғой, кейіндіре салған эстрадный жанр менен. Мен оған ашуланып жүрмін. Мен эстрадный әнші емеспін ғой, мен дәстүрлі әншімін ғой деп жаңағы. Сөйтсем Бағланның айтқан ақылы ғой, Рамазан, сен осы күнге дейін қанша ән таптың, қанша ел кезіп жүріп ән алып келдің, соның бәрін басқалар пайдаланып кетті. Мына әніңді де алып кетеді деді. Мына әніңді де алып кетеді. Осы күйінде қалдырайықшы деді. Өзім ішінен намыстанып жүрдім эстрадный әнші дегенге. Содан авторға Тұрсынжан аға мен Ғалым Доскен ағамызға тыңдатыпты Бағлан. Ол кісілер келді, студияға келді. Мен бармайым дедім. Ұлтуды жібердім. Ұлту кешкісін айтып келді, ағалар қабылдады ол әніңді деп. Шынымен қабылдады ма десем, шынымен қабылдады дейді. Соны аға Тұрсынжан аға барам, аға ел не дейді, жұрт не дейді. Есі дұрыс әнші еді, мынауды эстрадаға кетті демейме, мен бәленбай-жыл еңбегім қайда. Мен үйреткенде мен басқа әнші едім ғой, мына масқара болмаймыз ба деп андай бір шегіншектеу болды да. Соны Тұрсынжан аға айтады, алдымен беріп көрейік, ұнама салдырып тастаймыз дейді. Сөйтіп эфирге жіберген күннен бастап, енді көрсеңіз мынандай үлкен толқын келді ғой. Сол кезде халық екіге жарылып кетті мен публикам. Біреулер телефон шалып, жаңағы әңгімені айтады, сен не мынауың не?
ана кейінгі жастарға не көрсетесің, сен деген Қайрат Байбосыновтың шәкірті емессің ба деп. Біреулер айтады, кәдімгідей үлкен кесек ағаларымыз, ай Рамазан, мына бір үлкен толқыныс болды ғой деп, мына бір анау болды ғой деп, екі ортада қалып қойды. Аналар жақын былай айтады. Содан ақырын сахнаға шығара бастадық. Сахнаға қаншама хаттар келді, мөшек хаттар, радиоға келеді, күнде эфирге шақырады, аға мынаған жауап беріңіз дейді. Жаңағы қалған хат үйге әкеп аламыз да түнімен ұлтып екеуміз оқимыз. Жауап беру керек еді. Баладан үлкенге дейін жазып тұр ананы. Содан творчестволық байланыс кетті. Сөзі кімдікі, несі қаңдікі. Сөйтсек қазақ фильмде Тұрсынжан екеуі көрші қатар тұр. Мен Мамырда тұрамын. Екеуі бас қосқан уақыттарда творчестволық байланысқа отырғанда мен қасында отыратын. Үйде жасым ояты болады, ол таң ба, кеш ба, ол кісілерге бәрібір. Сөйтіп жүрген кездерде Дариға Дәурен шықты. Дариға Дәуреннің қаншама сөздерін жазды. Несіпбек ағаның үйінде отырып қаншама талқыланды, Тұрсынжан ағаның үйінде отырып қаншама талқыланды. Ең соңында Несі ағаның үйінде отырып осыған тоқтайық деп екеуі қызық сөйлеседі ғой. Әй бала, мынаған тоқтайық енді деп. Ана кісі енді Тұрсынжан аға қазақ әдебиетінің үлкен сыншысы, абайтанушы адам, сөздің зергері ол кісі. Мына кісі ақын. Ана маған салсаң Несі ағаның аузынан шыққан сөздердің бәрі маржандай бәрі келетін сияқты болып тұрады. Бірақ Тұрсынжан аға тоқтатады да айтады, жоқ, мынаны ауыстырыңыз дейді. Мен қимаймын, әдемі. Ішімде тұр ғой, ананы неге ауыстырады дейді. Сөйтсек жаңағы пішіп отырып, қалпақтай дүниені далаға шығармай, бас аяғын қиып отырып, маған заготовка жасап берді. Сөйтті, енді маған айт деді ғой. Содан мен ананың әнін тыңдап отырым. Ана сөзбенен ішіне түстім де кеттім Дариға Дәурен. Жатсам да Дариға Дәурен, тұрсам да, ұйықтасам да құлақтан ыл деп жүре береді. Домбыра ұстасаң да анаған кетіп қалады қолың. Одан бір нәрселерін табасың. Енді әнші болғаннан кейін кейде ішінен өңдеу, ішінен қосу деген нәрсе ол әншінің еншісінде. Екпін қосу, оны күңірентіп жіберу, ол сол әншінің шеберлігі. Сөзде тастай тұр, әуенде тастай тұр. Ендігі мәселе менде болды ғой. Содан мен ана әнді шамам келгенше жаңағыны шығардым. Соның ортасында қараймыз, арман талқанын шығарып кәдімгі радиода кетіп бір жатыр. Басқа бір екпінмен, басқа бір леп, басқа бір жол кәдімгі. Стамғазы Рамазанның басқа бір қыры кетіп тұратыр мектеп. Біреу жақсы дейді, біреу анау дейді, біреу таңғалады, біреу жылайды, біреу хат жазады, біреу телефон салады, жаңағындай шақырады, менің әнім бар еді, мен айтшы деушілер басталды әнімді. Мыңдаған аудитория келді ғой, бірақ сізге осы ән. Иә, содан Дариға Дәурен кетті артынша ізіменен. Дариға Дәурен кеткен уақыттарда шыны керек, алғашқы жаңағы телефон шалып, алғашқы маған енді мынауың не деп жүрген кісілер қайтадан телефон шалып кешірім сұрағандар да бар. Мына бағыттың дұрыс екен деп, мына батыстың әлгі тарсылдаған дүниесі жоқ. Бұл негізгі тамыры бояуы ұлттық нәрседен алшақтамаған, қазіргі мына дамып келеткен қоғамда 20 мен 21 ғасырдың ортасындағы бірінен өтер уақыттарда эстрада жанрының бояуы менен солардың саласын сала отыра қазақтық әуен, қазақтық сөз, қазақтық жаңағы әншілік бағытты екеуін синтез қылып сала отырып бір өтетін периодтар болды ғой. Жаңа ғасыр 2000 жыл болды. Сол кезде алтын көпір болған енді. Қазір енді осы әніңізді кім көрінген демей ақ қой, енді біраз адам орындап жүр, бірақ енді барлығының да әркімнің өз таласы бар ғой енді өнерге. Қайрат Нұртас орындап шықты, өзі сіздерден бір авторлардан рұқсат сұрау деген дүние бар ма кейінгі буын жастарда? Жоқ па? Бізде бәрі қазақша дейтіміз, сұрамай қойды емес, папасы шықты, Нұртас айтты, мен әнің бауырың сахнада жүрген жақсыл жаманды, соған бір рұқсат берсең, айта жүрсе бола ма деді. Мен айтам, Дариға Дәуреннің өмір сүргеніне 23 жыл болды.
23 жылда бұл эстрадный жанрда да айтылды, домбырамен де айтылды, академиялық оркестрмен де айтылды. 23 жылда қаншама ұлттың өкілдері айтты, қаншама біздің өкшемізді басып келатқан шәкірттерім айтты, кешегі күні әскер қатарында жүрген солдаттарды айтып жүр. Яғни 23 жылдың ішінде қазақтың қанына сіңіп кетті бұл ән. Бұл енді автор жазғанда бір Стамғазиев қана Рамазан ғана айту керек деп бір шектеп жазған жоқ қой. Бұл қазақтың жаны, қазақтың үні, қазақтың әні айтсын. Жаңа өзің айтып отырғанда әркімнің өзінің айтқысы келе ме, жүрек қалауы бар ма, айтсын. Бірақ оны екшеп шығаратын, оны сүзгіден өткізіп шығаратын өзінің публика тыңдармандары бар. Дариға Дәуренді мысалы Қоңырды айтқан кезінде. Қоңыр тобы да айтты оны. Біраз жыл айтты да қойды. Сол сияқты жан-жақтан жаңағы мынау хаттар келіп түседі. Сіз рұқсат сұрадың, бердің бе? Біз енді мынандай бір юридический дейді ғой, заңды түрде қол қойғызып, заңды түрде деген ондай нәрсе жоқ. Ағайынкершілік. Енді үлкен ниетпенен сұрап жатыр. Егер де мен енді шығарып жатқан, енді келе жатқан әнге сұрайтын болса, мен бермейтін едім бұны. Бұл енді 23 жыл қазақтың қанына сіңіп кеткеннен кейін жалпы орта буын, кіші буын бәрі біледі ғой менің айтып жүргенім. Сондықтан жастар айтып көрсін. Енді сол тағы да бір буын келе жатыр. Біздің артымыздағы екінші буын пайда болды, біздің артымыздың өзінде. Мүмкін естімеген шығар, сізден сол әнді сұрап көрелік. Дариға Дәуренді айтып көрейін ба? Дариға Дәурен ал, Дариға Дәурен ғой. Мысалы ана қызық енді. Мен публикам өте қызық. Бір жерлерде сіздің Дариға Дәуреніңізді емес, Айсәулемді сұрайды. Бір жерге барсаң Арманды сұрайды. Мен Қоңырәуенді сұраушы едім. Қоңырәуенді сұрайды, Сәуле ғұмырды сұрайды, сондай. Орта бөлініп алған. Кейде отырғанда таңғаламда өзім ішімнен тәуба деймін. Адамдар кәдімгі бөлініп алған. Бір тойларда тоқтатпай 6-7 рет айтқызған деп естимін сол әнді. Айтқызды ғой. Жалғыз қалай алып қаламын Дариға Дәурен Дариға шіркін Дәурен Жаз көшіп омырауын алтындаған Айдың гүл мұңаяды салқындаған Басынан төлегендей ғашықтардың айналып алты қаздай қаңқылдаған ай Дариға Дәурен
Дариға шіркін дәурен, дариға шіркін дәурен, гаккой гигигай, 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 гигигой, гагигай, гигигай, 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 гигигок, гагигай, гигигай, гигигай. Даригай шіркін, шіркін дәурен, айнала балта қаздай қоналмаған. Даригай шіркін дәурен. Ай, бәрекелді. деген әңгіме. Иә. Жаңа айтып қалдыңыз, өзі хаттар қаптап келді, қап-қабымен, мешек-мешегімен деп. Ұлту екеуміз оқитынбыз деп. Мен жеңгеміздің қолына бір сезім білдіретін хаттар түсіп қалған ондай кездер болды ма? Бәрі сұрайды осында. Мен айтам, маған шын өмірдің бір үлкен ағымы жолы ғой, енді әркімнің жолы бар. Мысалы, хаттарда көптеген нәрсе болған. Ғашықтығында айтқан, мен қасыңызда жүрейін, мен үшін ұялмайсыз дейді. Мен осындай оқу бітірген деп кейде фотоларында жіберетін нәрселер болған. Кейде кездескенде уақытымыз болды. Бірақ сонда мен кейде телефонмен де жауап берген күндерім болды. Мен айтам, сен кімге ғашықсың? Басын ажыратып алайықшы. Адамға ма, әнге ма? Әншіге десең бөлек нәрсе, ол әнші жағы занят уже, болмайды бұл жағы. Әнге ғашық болатын болсаң, айналайын, сенің жүрегің таза екен деп ағалық ақылымды айтатын. Мысалы, көп жастар келді, оқуға түсіп кетті көп жастар. Әнші болғысы келді. Сезім оянды көптеген, өмірге деген көзқарасын өзгертіп жіберді. Небір ақындар кезінде айналайын ай сәулем деп поэма жазып кетті. Керек десеңіз, мына емшілер көбіне пайдаланды. Мысалы, маған айтты, тағы да жақсы әніңіз бар ма, адам емдейміз біз дейді. Мен ішімнен ойлаймын, бұл енді өнердің сондай бір қыры шығар. Мен айттым, енді бұдан басқа әлі шығарған жоқ. Бірақ егер де шынымен сол рас болса, адамның жан дүниесін емдеп жатса, ән деген бұл өмір ғой. Ән деген ол тарих, бұл шежіре ән деген нәрсе. Жан дүниесінің бір ғана шипа тауып, жан дүниесінің өзіне керекті қорек тауып алып жатса, ол енді әншінің бақыты, ақынның бақыты, композитордың бақыты ғой. Артыңнан адам іздеу ішсе, әлгі айтушыдан тыңдаушың мықты болсын дейді, бәленбай тыңдарманың қол соғып сен қошеметтеп сахнада күтіп olsa, әншінің не арманы бар? Жеңге екеуіңіз сахнада баяғыда жиі көрінетін едіңіздер. Кейінгі жылдары сирек кетті, енді айына жылына бір шығып тұрады. Ол кісі оқытушылық бағытқа түпкілікті кетті ме, жоқ? Енді біздің негізі баяғыда мен Қазақконцерт бірлестігінде 12 жылдай әнші болғам. Оның кейін жеке кеттім. Жеке кеткенде жеке меншікке кетіп қалғам жоқ. Қазақ радиосында жұмыс істедім 1-2 жылдай. Одан кейін президенттік оркестр жаңа айтып отырмын ғой, соған бардым. Орталық қорғаныс министрлігінде жұмыс істедім. Содан кейін енді мен педагогикаға тартқан Қайрат аға. Педагогикаға алып келді. Осы жерді толық айту керек. Бір күн Қайрат ағам хабарласады, сен келе ғой деп. Сөйтіп бардым, жұмыс орнына барсам, мен қазір басшылықпен кездесіп шықтым, келісім берді, енді сен мен қасымда отырып, мен алған балалардың екеуін сен оқытатын болдың дейді. Мен айтам, аға, мен ел кезіп, өкшеңізді басып, әлгі сіз жүрген жерлердің бәрін төгіндеп жүрген қазақ, қайтып отырам мына жерде десем, мен сен ер жеттің ғой. Балам, жүре бересің ба? Мына жер деген Жүсекеңнің табанының табы түскен жер емес пе?
мынау Жәнібек жүрген жер емес пе, мынау ертең күн біз қартаямыз, бұнда бір адам отыру керек емес пе деген сияқты араның басқа бір ой салып жіберді серге. Содан тәуекел деп жаңа бардым ғой, сырттай оқимын ол кезде жаңа АГУ-дың мұспағында. Азды көпті әйтеуір педагогиканы былай репертуарымыз бағана айттым ғой, таңқитып толтырып жіберген дұрыс болып Қайрат ағаның. Содан алғашқы менің педагогикалық жолым басталып кетті. Бұл қазіргі Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледж. Оны кейін ақырын консерваторияға кеттім дегендей кете бердім. Ұлтудың несі ол, мен аяғымнан тұрғанша үйде отырды. Біздің балаларымыз ер жетіп, оңы мен солын танып, ағайын туыс Алматының жан-жағасына көшіп келгенге дейін қарады. Біздің үйге келетін қонақтарымыз, біздің үйге келген туған туысқаның бәрі мен сыртта жүргенде сол қарсы алатын. 90 күндік гастролик сапарлар ғой, енді 3 айға кетеміз кәдімгі. Содан ол ағайын келгеннен кейін бұл кәдімгі барып академияда оқуын бітіріп, қолына дипломын алғаннан кейін мұғалім болып орналасты. Содан бері қаратай Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінде эстрада бөлімінде сабақ береді. Екеуміздің де қазіргі тіршілігіміз жастарды оқыту, жастарға білген түйгенімізді үйрету. Енді дуэт мәселесіне келсек, бұл дуэт дейтін бір концерттерде басталды ғой, бір дуэтке байланысты. Сол кезде шақырулар алдық. Соны ойлаймыз, енді екеуміз де музыкантпыз, екеуміз де әншіміз. Оның үстіне біз жеке концерттерге шыққан уақыттарда жанрларды өзгерту үшін, жанрларды халықта жалықтырып алмау үшін екеуміз дуэт жасайық деп басында біраз бір-екі дуэттер жасап көрдік. Соны айналып келгенде қарашақ жеке әніміз көп, жеке ән айтқымыз келеді. Өйткені әншіге енді қабаттастырып бір концерт болса екеуміз сол тек дуэтпен ғана шақырғысы келеді елдің бәрі. Біз жеке айтқымыз келеді, мысалы. Жеке айтылатын әндер көп. Мысалы, бір әнді қайталатып, радио, телевизиядан бергенше деп, екеуміз жеке-жеке әндеріміз дайындап кеттік. Қазір сол бас-аяғы 6-7 ғана дуэтіміз бар. Қалғаның бәрі жеке концертпен кеттік. Оны кейін жаңа көрінбей кеткен себебіміз, ол енді біз қазір мысалы Алматыдан Сарыарқаның төсіне көшіп кеткен біраз заман болды ғой, бүткіл телевидение, радио, орталықтардың бәрі сонда. Үлкен концерттер сол Астанада өтеді. Ол енді әр концертке Алматыдан ұшып барып қайту деген үлкен қаржылық керек қой қалтада. Бұл сөздері шақырып жатса, енді аянбай барамыз. Әйтпесе шақырмаса Алматының ішінде өз басымызға жетерлік концерт бар. Ішіміз пыспайды, уақытымыз жоқ. Енді сіздер ән қонған әулетсіздер. Үйдегі қанша бала бар? Барлығыңыздың бір әнге күйге қатысыңыз болды. Бір кіндіктен тараған балаларың, осы сіздің балаларыңызға бұл жұқты ма, өз балаңызға? Енді көбісі айтады, осы әншінің баласы неге әнші болмайды деп. Енді көбісі ойлайды ғой, қасқайғандар қасқа тумаса да төбел туады. Енді ал міндет емес шығар деп ойлаймын өз басым. Немереден шығуы мүмкін? Немереден шығуы мүмкін, өйткені біліп жүрмін, осы балаларда бар немерелерде. Баламның да құралақан емес енді. Негіз кейде мынау өзінің мамандығы бойынша қиналып жүргенін көремді. Соны кезінде өнерге беріп, қинап отырып беріп жіберім керек пе деймін. Күйді тартып, балам домбырада ойнайды ғой, бірақ анандай бір профессионал әнші болмаса профессионал күйші емес. Әйтеуір рухани дүниесіне жететін өзінің өнері бар. Бірақ мамандығы бөлек экономист болды. Қазір Астанада тұрады, бала шағалары бар, немерелеріміз. Астанада тұрып атқанына да бір 7 жыл, 8 жыл болып қалды. Жақсы жұмысқа шақырды баламды. Енді шақырып жатса балам ұлықсат сұрады. Мен енді Алатаудың етегінен арқаның төсіне осылай болып жатыр. Мен айтам, бар балам. Ол Астана деген жаңа қала. Қазақстанның жаңа жүрегі ол. Жастар жұмыс істеу керек, еңбек төгу керек, үлес қосыңдар барып. Деп баламды батан беріп жібергем, қазір Астанада тұрады. Қызым Алматыда. O da кезінде кішкентай кездерінде билетіп қоятынбыз, мамасының, анасының қасында тұрып өлең айтатын, бірақ олар мамандық өзгеріп кетті. Тілге кетті, тағы басқалар өтті. Жаман емес өмір сүріп отыр. Жалпы мені жаңа Қайрат аға деп отырмыз, одан кейін сіздер бар. Бекболат ағалардың толқыны бар. Кейінгі дәстүрлі әншілер деген кезде біз Ерлан Рысқали, жаңағы Ерлан Еркін Шүкмен ағамызды айтамыз.
Дәуренбек Әркенов бар, Сержан Мұсайын бар. Осылардан кейін бір-екі буын қалыптасатын болды ғой. Қазір қара үзіп шығып тұрған жастардан кім бар? Орта буын ғой, жаңағы айтып отқан Сержан ағамыз да, Ерлан Ысқали ағамыз да, барлығы бар. Балалар бар, біз көрсете алмай жүрміз көбінше. Мысалы қазір анау Монғолиядан кезінде мен алып келген Өзгеріс Шерікбайды. О да менің шәкіртім. Оның әкесі мықты әнші болған кезінде. Қазір Аллаға шүкіршілік, үлкен доданың басында бәленбай байқауды жеңіп алып, орталық концертіне залдың жеке солисі болып жұмыс істеп жатыр. Әлеуметтік желілерде де, үлкен сахналарда, елдің атында продюсер концерттерде де ән салып жүр. Оны кейін Диас Мұратқан дейтін балам бар менің. Жүсіпбек Елебеков атындағы конкурсқа келген, осы жақтан орын алған. Сол бала Жәнібек Кәрменов атындағы республикалық әншілер байқауын жеңіп алды. Мәди Бәпиұлы атындағы үлкен республикалық әншілер байқауын жеңіп алды. Кеше мемлекеттік Умай сыйлығын алып жатыр. Бұлар біздің артымыздан өкшелеп келе жатқан, жаңағы айтып отырған 2-3 поколение дейміз ғой, соның артынан шығып жатқан біздің мықтыларымыз. Соны кейін мына Балқаштан Нұрболат дейтін баламыз бар, қазір Алатау театрының белді әншісі. О да оркестрмен де жеке қаншама байқауларды жеңіп алып жатыр. Шымкенттің саз колледжінен шыққан мықты балалар бар ортамызда, артымызда келеткен, қуанамыз. Біз мынау кейде жоқ сияқты болып тұрады ғой. Сіз байқауды бар, байқап қарап көріңізші. Байқауларда 60-қа тарта бала қолына домбырасын алып, Әсеттің әнін салып, Мәдидің әнін салып, Кененнің әнін салып, анау ғасырдағы бізге тастаған мұраларды ендігі көштің басын тартып алып кетіп бара жатқан жастардың қатарын көргенде қуанасың, тәуба дейсің. Бірақ біздің кемшілігіміз соларды жоғалтып алмай, соларды шығара алмай жүрміз ғой енді ортаға. Бірақ міндетіміз бар соларды шығаруға. Мысалы балалар, анау Сақаевтар, кешегі Алатау театрының жігіттерінің бәрі келе жатқан. Жеке-жеке бір концерт беріп алып кететін жігіттердің бәрі. Біздің жыршыларымыз қаншама жігіттер бар. Оларды тыңдау үшін көз керек, құлақ керек, көңіл керек оларға. Енді олардың да мезгілі келер деп ойлаймын. Ағалық ретінде, ұстаз ретінде әрқашан енді біз жаңағы Еркім бар, Ардақ бар, Тілеулес бар, Шолпан бар, Нұржан Жанпейісовтер бар, Сәуле Жанпейісова. Көп қой біздерде шүкіршілік. Арматтар бар, Эльзалар бар, Батыстың мектебін ұстап отырған. Солардың барлығы қазір тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай, баттап шығып атқан балалар бар. Мысалы, кейінгі кезде мына Армат бауырымыздың шәкірттері деген таң құрып жыр айтты. Жаттап алған жырдың бәрін, том-том кітап жаттап алған балалар бар. Соларды біздің қазіргі мемлекеттің саясатында үлкен бағдарламаларменен, кәдімгі мына Қытайда бір опера бар екен, оған бәленбай миллиард ақша құйады екен. Сөз жоқ қимылменен жаңағы бүйтіп отырып краскіленіп тастаған, әр қимылында бір тарихи оқиғалар бар ма, сөйтіп отырып жаңағы ұлттық дүниесін жібермейді екен. Соған ақша төгеді. Ең Қытайдың операсы мықтысы деп соны келген қонақтарына дейін апарып көрсетеді, 2 сағат жүреді. Қарапайым халыққа түсініксіз ол анау біз үшін мысалы. Сол сияқты біздің мысалы дәстүрлі орындаушылар бола ол тек әншілерді ғана емес, ол жерде неше түрлі домбырашыларымыз бар, сыбызғылашыларымыз бар, көне аспаптардың құлағында жүрген, мысалы жаңадан Қассақ дейтін анау Тұрандағы балалардың бәрі не қылды бұл? Бұл баяғы Әлкей Марғұланнан бері зерттелінген Ақселеу ағаларымыздың, кейінгі мынау Болат ағаларымыздың қаншама зерттеуіне шыққан аспаптардың бәрін қазір ортаға шығарып, осылардың кейбіреуін жаңағы неменеге байқап көруге шығарып, неше түрлі аспаптарды ұлттың атынан әлемдік үлкен сахналарға алып жүрген жастарымыз көп. Соларға ойлайым болашақта сол қамқорлық болып, жаңағы аты аталған біздің ұстаздар, әріптестерім болып, жоғарыға бұлардың да әлі күні туады, әлі де халық таниды, әлі де біздің өкшемізде сапқа тұрып аты қазақ даласына жайлады деген ойым бар, жастар көп. Ал, аға, рахмет. Қарағандыға келіп өзі бір жарым күнге ғана келдіңіз. Соның ішінде бірер сағатыңызды бізге арнағаныңызға рахмет. Бүгінгі мынау шәкіртіңіз Ришаттың концерті табысты өтсін. Өзіңіз де Қарағандының халқы сізді сағынады. Жылына 1-2 рет келіп концерт беріп тұрасыз, Тәттімбет оркестрімен барып көріп жүреміз.
Сәттілік сіздерге. Рахмет сіздерге де, жақсы күнде жолығайық.